Барлықтарыңызға ассаляму алейкум. Бүгін тақырыбымыздың жалғасы созу белгісі, яғни созу белгісі деген әріптің үстіне мынандай белгі тұрса, сол әріп 4 алифке созылады, яғни 4 секундтай уақытқа созылады. Саусақпен санасаңыздар да болады. Ал бисмиллах, бастайық. Түсінікті болу үшін қазір айырмашылықтарын түсіндіремін. Мынау нун әрпі. Нун әрпінің үстінде тек созу белгісі тұр. Нунның үстінде бізде болуы мүмкін созу белгісі және фатха немесе кәсіра белгілер. Бірақ бұл жерде жоқ қой, сондықтан нун деген әріпті құр өзін оқимыз. 4 алифке сөз. Бисмиллах. Нун. Келесіне қаф әрпі. Қаф. Келесі алиф оқуымыз керек. Алиф, лям, мим. Бұл жерде қараңыздар. Лям, мим. Лям, одан кейін мим. М болып тұр, сондықтан мұны тағы 4 алифке ұстауымыз қажет. Сондықтан бізде 4 ереже бойынша 4 секундтан созылды. Келесі алиф, лям, ра. Бұл жерде лям, ра деп ұстаса қате болады. Не үшін? Өйткені мыдан кейін бізде ра әрпі келіп тұр, созудың қажет жоқ. Сонда алиф, лям, ра. Түсінікті ғой, Келесі ясин. Ясин. Бұл жерде син әрпі құр өзі оқылады. Өйткені ешқандай хареке жоқ. Келесі хамим. Хамим. Мынау 1,5 алиф. Ха әрпі, одан кейін мим әрпін өзін оқимыз 4 алифке сөз өткені мимнің ешқандай харекесі жоқ. Хамим. Алиф, лям, мим, сад. Көрдіңіздер ғой? Лям, мим. Лям, мим. Ұстаймыз. Өткені лям деп ұстаймыз. Өткені келесі әрпіміз тағы мыдан басылып тұр. Түсінікті ғой, Келесі хамим, айн, са. Кешірім сұрайым. Хамим, айн, син, қаф деп оқимыз. Неге ха деп оқимыз? Өйткені яқта 1,5 алиф созу, одан кейін мимнің өзін оқы, айнның өзін оқы, синнің, қафтың өзін оқы деп тұр. Өйткені бұл жерде хареке жоқ деп бізге тек осы 4 алиф белгісін беріп тұр, Келесі бізде я айюха. Я айюха. Не үшін біз яй демедік? Өйткені бізде қара деп тұр. Бізде яйдың үстінде кәсіра тұр. Я деп оқылатын білеміз. Одан бөлек 4-ке созып оқы, сол кәсіран дейді. Сондықтан біз я деп оқыдық. Егер, кешіріңіздер, болып оқылатын фатха тұрда, егер астына кәсіра и болса и болады, егер у болса у, ю дейтін едік, сондықтан бізде кәсіра болғандықтан я дейміз. Я айюха. Я айюха. Келесі кәмә әмәна. Кәмә әмәна. Бұл жерде де мимнің үстінде фатха тұр деп тұр. Сол фатханы 4-ке созып тұр, сондықтан кәмә әмәна болды. Бима унзиля. Бима унзиля. Сауаун. Сауаун. Фатхамен тұр, уә болып оқылатын, сол уәні 4-ке созшы деп тұр, сондықтан сауаун. Келесі минассамаи. Минассамаи. Бұл жерде қараңыздар, минас деп өттік, алдың тақырыптар алиф, лямде харекесіз кеп тұр, сондықтан ол екеуін оқымаймыз. Минас синге өттік, минассамаи. Неғып минассамим демедік? Өткені мимнің үстінде бізде фатха тұр. Фатханы ұмытпа деді, мә деп оқы. Сол мә дегенді 4 рет соз деп тұр, сондықтан мәи дедік. Келесі жаа. Жаа. Уәләттоллин. Уәләттоллин. Бұл жерде де до создық фатхасымен. Келесі тубу илаллахи. Тубу
илаллахи. Қараңыздар, екі ереже қосылды. Тубу дегенде 4 алифке сөздік. Міне мынау алифтің астына и кәсірасы тұр. Тубу илаллахи. Міне ұлының алдындағы әрпіміз. Фатха болғандықтан біз жуан оқимыз дейміз, иә? Келесі улаика. Улаика. Неге біз уды созбадық? Өйткені мынау белгі тұр. Бұл бізде қасыр деген белгі. Егер осы белгі тұрса, біз әрпімізді қысқарт деген сөз. Қасыр қысқарт. Жаттап алайық. Сондықтан у емес, тез улаика дейміз. Одан тез өтіп кетуіміз керек. Келесі уәмә әнә. Бұл жерде де созбаймыз. Уәмә әнә. Бұл жерде қасыр тұр. Келесі юрауна. Неге? Өйткені қараңыздар, раны создық 4 алифке, одан кейін у дедік, иә? Өйткені мәт деген белгі, енді әріптің астына осындай мим дәл әрпі келсе, осы тұрған жоғарыдағы әріпті соз деп тұр бізге, сондықтан у дедік. Юрауна. Тәжәуна. Бұл жерде де 4 алиф создық, мәт келгендіктен у деп создық. Уна. Осымен сабақ аяқталды. Барлықтарыңызға ассаляму алейкум.